Адамзат тарихында ең бірінші зерттеуші сәби болса керек. Себебі бала жастайынан білсем көрсем деп тұрады. Жас нәрестені бақылап отырсаңыз, әр нәрсеге бір ұмтылып сұрақтары таусылмайтындай көрінеді. Шын мәнісінде адам баласы дүние есігін ашқан сәтте екі түрлі қалауын білдіртеді екен. Бірі ішсем, жесем, ұйықтасам деген қалаулар, бұларды тәнінің қалауына жатқызамыз. Ұйқы, тамақ, өмір сүруге қажетті факторлар. Онсыз адам ұзаққа шыдамасы хақ. Ал білсем, көрсем, танысам деген қалаулар адамның жанының қалаулары. Ұлы Абай өзінің 7-ші қара сөзінде осы мәселені қозғайды. Оның ойынша жас бала өсе келе тән қалауына ерік беріп, жеңіліп қалады да, осы білгенім жетер деп өзім білімді санайды екен. Бұдан түйген ой, әрқашан ізденуді тоқтатпау керек. Жан қалауы бәрінен жоғары тұрса, жаның сонда ғана жай табады. Абай атамыздың ең қату айтқан сөзі осы шығар. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың. Ал 6-шы сөзі ағайынның бірлігі турасында. Бірігіп қызмет қылу, ол үшін ақы алу бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқада қызмет қылады. Ағайын ақысыз бірігет дейді. Сондықтан еңбекті ең алдымен жақсылық үшін істеу керек, ақы үшін емес. Сонда несібесін Құдай жібереді. Бірақ бұл барша жанға күні-түні өз қызметіңді тегін қыл деген емес. Ағайын арасында көмегіңді аяма деген. Бұл заманның адамдары Абайдың көңілінен шықпағаны көрініп тұр. 9-шы қара сөзін жазып отырып, ақын былайша налиды. Сыртым сау болса да ішім өліп қалған. Ашулансам ызалана алмайым, күлсем қуана алмайым. Қайратты күнімде қазақты қиып, бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп, үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп, үмітімді үзген кезде, өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат жалын сөніп те қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыс кеудемін. Сөз басында білдім, толдым дейтін адамдарды айтқан едік. Ол 8-ші қара сөзінде жалғасын табады. Философ мұнда біреу болыс, біреу би болып, олар өздері де оздық, кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланады. Сонда білімді тауысуға бола ма екен? Өкініштісі, Абай атамыз қазіргі жастардың жалынын көзбен көрмеді. Тіпті Қасым Аманжолов жастардың елесіне таңырқаған деседі. 10-шы қара сөзінде де өкпе назын жазады. Қанша дегенмен сол заматтың аталары бүгінгі ұрпақтың бабалары болды. Олар бір жерден қателессе, бір жерден міндетті түрде дұрыс жасады. Оның нәтижесі бүгінгі ізденімпаз, білім құмар, Абай аңсаған, Қасым елестеткен жастар болды емес пе? Көркемді жатамын ау қырдағында, өкінбен менде бір күн өлемін деп, өкінем ұқсатам. Назарларыңызға рахмет. Бізді жоғалтып алмас үшін арнамызға тіркеліп алыңыз. Сау болыңыздар. Өзіммен өлмесінші өлеңім деп, күніне 100 ойланып мың толғанам. Өзіммен өлмесінші өлеңім деп.